Келесі 854-ші есебіміз. Қыс мезгілінде 12 құты құпынай компоты дайындалды. Шие компоты құпынай компотының 50%-ын құрайды дейді. Қыс мезгілінде қанша шие компоты дайындалды? Ол үшін 12 санының 50%-ын табамыз. 12-ні көбейтеміз 50-ге, бөлеміз 100-ге. Нәтижесі тең болады. Так, бір болса 2 бөліп жүретін болсақ 6-ға тең болады. Келесі 855-ші есебін шығарайық. 10 түп қара қарақат отырғызылды. Бұл отырғызылған қызыл қарақаттың 50%-ын құрайды. Қанша түп қызыл қарақат отырғызылды дейді. Яғни 10 түп 50%-ын құрап тұр. Бастапқы 100% тауып керек. Ол үшін 10-ды бөлеміз 100-ден 50-ге. Ол дегеніміз 10 бөлшектің бөліне 50 саны түседі, алдына 100 көтеріледі. Оны бөліп жүретін болса 2-ге тең, көбейтсек 20-ға тең болады. Сонда қызыл қарақат 20 екен. Келесі 856-ші есебіміз. Кішігірім орман бір жыл ішінде 35 тонна шаңды сүзеді. Бұл мөлшер осы орманның өлшеміндей болатын қайыңның орман сүзгіден өткізетін шаң массасын 50%-ын береді. Яғни 35-ін 35 ол бізде 50%-ын құрап тұр. Бастапқы 100% тауып керекпіз. Ол үшін 35-ті бөлеміз 100-ден 50-ге. Тең. Бұл дегеніміз сонда 35 көбейтілген 100 алымына шығады да 50 бөлшектің бөліне түседі. Көбейтіп жіберетін болсақ 70-ге тең болады. Сонда бір жылда қайын орманның 30 тонна шаңын сүзеді екен. Келесі 857-ші есебіміз. Қызыл кітапқа солтүстік Қазақстан облысы бойынша жыртқыштардың 12 түрі және сонша кеміргіштердің түрі енгізілді. Яғни 12 кеміргіштердің түрі енгізілген. Аша тұяқтылар саны кеміргіштер санының 3-тен 1-ін құрайды. Яғни аша тұяқтылар 12-ның көбейтеміз 3-тен 1 бөлігін құрайды екен. Сонда ол аша тұяқтылардың саны 4-ке тең екен. Және қоян тұқымдастар саны 2 есе артық дейді. Қоян тұқымдастардың саны осыған қарағанда 2 есе артық болатын болса, 4 бөлінген 2 тең болады 2-ке. Яғни қоян тұқымдастардың саны 2-ке тең екен. Жарғанаттардың түрі қоян тұқымдастар санының 50%-ын құрайды. Жарғанаттардың түрі сонда 2-ның 50%-ын құрайтын болса, 50-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Көбейтетін болсақ 100 болады, ол сонда 1-ге тең болады. Сонда жарғанаттың бір түрі ғана бар екен. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қызыл кітапқа аша тұяқтылардың 4 түрі, қоян тұқымдастардың 2 түрі, жарғанаттардың 1 түрі енгізілген екен.